басым жан. Өмірімде бірде-бір рет салонға бармай, қалай осындай шаштан блондқа ауысып алғаным жайлы қазір барлығын айтып беретін боламын. Я, қыздар, прикиньте, мен вообще салонға барып, шашымды күйдіртіп, немесе басқаша нәрсе істетіп көрмеппін. Әрдайым осы өзімнің ұзын шашымды өзім істейтінім, себебі біреуге сеніп тапсыруға сәл-пәл қорқатыным бар. Және бұндай ұзын шашқа көп ақша алатыны белгілі. Ең алғаш шашымды 16 жасымда бояппын. Еще не деген дух десеңші бойдағы. Мама папам ұйықтап жатқан кезде обедте барып өзім бояп алған ғой. Сестрама бояйтын затын бәрін әкеліп, мына шашты күйдіру керек дедім. Сөйтіп аяқ асты осындай шашты бояп алған болатын. Барлығы қызығатын, алайда менің гештальтым блондинка болу болатын. Сол үшін бір күні алдым да бүкіл шашымды күйдіріп тастадым. Я, мен шашымды көбінесе осы сіңілім жібек бояп береді. Алғашқы результат әрине мені қуантқан жоқ, осындай жылсизнасы шығып қалды. Бірақ та совет, сразу бояп тастайтын болсаңыздар, шаштан айырылып қаласыздар. Қазірдің өзінде менің шашым мысалы качествосы түсіп кетті.